жаңғырдың ауылын тумазара өшірдің адамдары Қазақстандағы біздер қоспақпен елдерін белгілеп біргенде той беріп жатыр. Тойларың тойға ұласын, денлерің сау болсын. Әр уақытта өшті бауырын жүрген жүре берейік. Аманшылық болса, жаңғылдының 100 жылдығында кездесейік. Сау болыңдар, аманшылықта құтты болсын. Рахмет, тойға келіңіз. Қазақстаннан келген. Өзіңіздің ат шашатып келіп отырып деген ақтылығыңызды білесіңіз ел халқыңызға деген. Әрине рахмет бәке, тойда да жүре берің. Бір тұрайық, біз тұрайық. Сакен ағамен әрқашан тасыңызға ыржалаңдап деп. Рахмет. Тойыңыз осындай тойда көрсейік. Құрметті ағайындар, осы бүгінгі мына үлкен мерекемізге себепші болған ағамыз, осы Қуандық ағамыз болады. Туған жер бәрімізге рас бағалы, төрінде әуелейді жастарады. Тараздағы Қуандық ағамыз ғой, ең алғаш көтерген бұл бастаманы. Осы кісінің бастауымен, Нұрлан ағамыздың және осы халықтың қостауымен бүгін осындай күнге жетіп отырмыз. Сол себепті алыстан келген Досанов Қуандық ағамыздың да бір тілегін естіп батасын алайық. Мархамат, Қуандық аға. Құрметті ауылдастар, Шыңғылдың халқы, міне бүгін Шыңғылдының белгісі құрылғанына және аруақтарға арнап садақа беріліп отыр, үзіп той қыласып отыр. Садақамыз, қауымыздың тойларымыз тойға болса берсін. Шыңғылдың ауылымыздың мысалы туған жерге деген сүйіспеншілігі арта берсін әрдайым. Жақсы жасай беріңіздер, садақамыз қабыл, мұраттарымыз асыл болсын. Әрқашан тойлар жақсы ниеттер бас қосып отыра берейік. Құрметті ұзақ жақындан келген ағайындар, туыстар, бауырлар, міне үлкен ақсақалдарымыз, Қазақстаннан келген Өзбекстандағы ақсақалдарымыз, барлық жақсылық айтылды. Осынамыз Алла осы қызмет қылып отқан Нұрлан ағамызды, Дәулет ағамызды бас болып осы нәрселерді құрған. Рахмет бұл кісілерге де Алла айтып отыр ғой, Шыңғылдың нәсіп болса 100 жылдығына да осындай Алла бас қосып осындай отыру барлықтарыңызға нәсіп болсын. Рахмет. Құтты болсын тондарыңыз. Елдің қамын ойлаған ағаларым, қажыма жүк көтерген қаранарым, елінде қызмет үшін алда жүрген ойлаған әрқашанда. Елдің арын деп болмаса тоймекауын рұқсаттарыңызбен сонау Қазақстан жерінен бір айлап алдындан келіп, осындай Шыңғылды символын құруға өзіне үлкен үлесін қосқан. Басында етіп, басында тұрып, мінеке осының жоспарын жасап, басында тұрып осындай бір әдемі символды жасауында өзінің себепшісі болған. Осындай Нұрлан ағамыз тұрып талдарыңызға құрметтегендер. Болмаса, сонау Қазақстанның Таразы қаласының Сарыкемер жерлерінен келіп отырған сөз кезе Нұреке өзіңізге қабылдаңыз. Ассалаумағалейкум. Құрметті ауылдастар, шыңғылдықтар. Мынау Үшқұдық, Қазақстан, Сарапшан, Қази, барлық жерге тарап кеткен Шыңғылдың перзенттері. Міне өздеріңізге белгілі себеппенен бүгін ата-бабалар аттарына арнап садақа беріп, одан той беретін болып бас қосып отырмыз. Таңбалы Өмірзақ Мұзамратов ағамыздың сөзі бар. Мұсағадан аттап кеткендер, бейіттерді аяқ асты еткендер. Тағзым ет басыңды тұға оқа, олар да бір кездері біз сияқты шалқып тасып өткендер деген сөзі бар. Сол сияқты мына аруақтарға арнап жатқан садақаларымыз барлықтарына қабыл болсын, ойлар құтты болсын. Мынау сөзбен өткен себеппенен мен осы жерде бір айдан аса уақыт болды. Сонда қызмет қылған жігіттерді мынау ақсақалдарымыздан Мақан ағам, колхоздың рәйісі Бексауытты, сондай-ақ осы садақаға тойға үлес қосқан Сыматулла ағамыз, Қайырбек ініміз, Шамбай інілерімізді атап өткім келеді. Олардың бала шағасы бақытқа бөлесін. Алла жар болсын болашағыңызға. Сондай-ақ осы қол жәрдемін берген інілеріміз мынау
Сматыл ағамыздың інісі, баласы Юсуп ініміз, Райымқұлов Амантай ініміздің баласы Олжас ініміз, Сахи ініміз, Нұрбол, барша енді Ақсарбай бәрінің атын айтты демеңіздер, есіме түспей тұр. Барша барлығы үлкен рахмет. Алланың нұры жаусын сендерге. Мына әлім қожа, көп әлім қожа, рахмет. Алланың разылығы болсын сендерге. Елдің барша Құдайдың Алла жар болсын. Мына қуанып ағамыз айтып өткендей 1900 рахмет Нұреке. Нұреке, құрметті ағайындар, елдің халқының қызметін атқарып бүгін алдырыңызда жарқын жүзбен алдырыңызға келіп тұрған той микрофон бүгін кезекпен аны сол Хорезм облысы Сармай жерлерінен келіп отырған Дәулетбай ағамыз осылыңыз. Ассалаумағалейкум, ұзаққа барлықтеріңе осы садақа қабыл болғай, тойлары құтты болғай. Алпыс бергі орындатылып, соны тойлап, барша бөлініп отыр. Міне, осы Қазақстанда жасағаттары бастама көтеріп, осы жылдың бір белгі қойсақ деп талап еткен еді. Бұл кісілер ауылымыз алыс болса да жүрегіміз жақын. Сондықтан барып бір қайырлы жұмыс қылайық деп, міне сол қайырлы жұмысы орындалып, Алла қабыл қылып, бүгін халық көріп жатыр. Бұл біріншіден бүгін жылдың халқының қуанышы. Екіншіден мына марқұм болған ұрпақтарды еске алу күні деп есептейміз. Содан қала берсе мына көшіп келеткен жас ұрпаққа өнеге тәрбиелеп келеміз. Осындай міне жақсы ниеттер жалғаса берсін, алдымызда осындай елеп бола берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына Қазақстан мен өзбек халқының достығы мәңгі жалғаса берсін. Бұл жиналған қауым бәрі тоқты болсын, той тоғыласы берсін, бадырымыз бақытты болсын, бәрі жақсы дүние болсын, той тоғыласы берсін. Рахмет, құрметті ағайындар, әрқашан осындай елімізде бейбітшілік, тыныштық заман болсын. Біздердің маңдайымызға осындай еліміздің қожалары аман болсын. Қошемет. Міне бүгінгі мынау беріп жатқан садақаларың қабыл болсын. Сонымен бірге мына ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Елдің басын қосып, осындай алғыс алып отыр, өсе берсін, өркендей берсін, аспанын ашып, еліміз тыныштық болсын. Өзбекстан, Қазақстан. Şimdi Aziz Eke size biraz bu köyde akvaryum firmasının yaptıklarından bahsedecek. Assalomu alaykum. Hozirda mana burada akamiz mana shu Jankirda amalga oshirayotgan Жарандар, vilayatimizдің және ауданымыздың рахбарлары бүгін міне Жеңгілді топырағында үлкен мереке болып отыр. Соның басында қасында болып берген мынау Нұрлан ініміз, Дәулетбай ініміз осы іске бас болған рахмет. Осы үлкен жұмыстарға есім беріп отқан ауданымыздың рахбарларына рахмет. Күш бірлікте деген бәріміз бірге осы мерекеге жетеміз. Алхамдулилла, алдағы уақытта да аузымыз бір болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Айтамаққа палау тасып жатыр. 60 килограмм бастық деген.
Ya ciddi kalmasın ya ciddi. Tamam birlikte ol. Баяғыда ауылда тойда тура өйстіп жейтін ек қой. Есіме түсіп кетті да. Қаласыңдар дейді. Қабыл болсын. Осы жерге жеу керек екен да. Қонақтарға. Алып жатырмын алып. Сен Қазақстанда достарыңа сәлем айтасың ба? Сәлем, 86-лар, келіңдер ай. Той қаласын. Сәлем, Жақсы қалқайсың. Құрметті ағайындар, енді сөз кезегін ауылымыздың имамы, жаста болса ауылға бас болып жүрген қожамыз Әлім қожаны шақырамыз. Әлім, кел. Және де осы жерде естіп жатырмын, Қанарбай атамызға қызмет қылып, елге қызмет қылып жүрген Дүйсен ағамыз келді дейді. Бар ма ол кісі? Мен көрмей тұрмын. Табысты отбасы болуларыңызды тілеймін. Осындай аруақты өткен бейшара әкеміздің атынан сіздерден көп нәрсе сұрамаймын. Осы ауылдағылар осы сөзді оқиып тыңдап алыңыздар, сіздерден өтініш. Мен сіздерден ешқашан көп нәрсе сұрамаймын. Ешкімге өзімнің жеке шаруаларымды айтып бармаймын. Осы жыңғылды үшін менің әкемнің қылған еңбегін сыйлап, менің әкемнің атын әрқашанда жақсы атпен, мақтаныш атпен аттап жүрсеңіздер, соның өзі мен үшін үлкен мақтаныш, қуаныш болады. Рахмет, баршаңызға сау болыңыздар. Байда жіберейін бе, тоқтыға жүрсін. Құрметті қадірлі ауылымыздың қожасы, ауылымыздың үлкен бір имамы, молдасы, өзі жас болса да осындай елді қызметте жүргеніміз, әнімізге ұсынамыз той беруге. Қабыл алыңыздар. Ассалаумағалейкум. Құрметті ауылдастар, құрметті ағалар, әжелер, апалар, үлкен кіші, барлық ағайындар, бүгінгі мына ел үшін алыс жақындағы осы елден көшіп алысты, осы елім деп, жерім деп, осы елді бүтін дүниеге танытатындай иншалла бір символ құрып жатыр. Мына жыңғылдың аты беріліп, осы құрып жатқан, бастап жатқан іс-шараларымыз оң болсын, құтты болсын, жалғасын таба берсін. Келесі міне айтып жатырмыз, үлкен ағаларымыз жақсы тілектер айтып жатыр. Сол күндерге осы ағаларымызды жеткізіп, жыңғылдың 100 жылдық тойларын тойлап барлығымызға Аллах тағала нәсіп еткен болсын. Алтын бастарыңыз аман болсын. Алтын уақыттарын тиіп келген Нұрлан ағамызға, Қуандық ағамыз, Мар ағамыз, барлық жыңғылды азаматтарына алтын бастарыңыз аман болсын деймін. Отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Әрқашан осы біз жастарға үлгілі болатындай үлкен ақсақал болып қалған іс-шараларды жалғастыруға тілектеспін. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Қадамдарыңыз қайырлы болсын. Келген азаматтар, көрші елден келген ағаларымызға, барлықтарыңызға, осы құттықтап келіп жатқан ағаларға қадамдарыңыз қайырлы болсын деп айтамыз. Жақсы күндерде, тойларда қауышуды Құдайым Тағала нәсіп еткен болсын. Жыңғылды халқымыздың көрген әрқашан той болсын. Тойларда, жақсы ниеттерде, жақсы күндерде бас қосуды барлығымызға нәсіп етсін. Насакен ағаларымызға Алла разы болсын. Жауып жатқан ініміз, Жалғас ағамыздың баласы Әлібекті шақырамыз ортаға. Қане Әлібек кел. Құрметті қонақтар, қонағасы бар. Тұрып кетпесін. Алыстан жақына келген қонақтар қазір. Қонағасы, тойда мұқаты бар. Сыртта тұрған шақыңыздар. Әлібек, Қазақстаннан келіп торта келсін. Әлөш. Өзіміздің тілде Әлөш дейді. Жыңғылдының көз ашып көргеннен. Мінекей, туған елім деп, жерім деп келіп отыр. Сонау Алматының Түрген деген жерлеріне деп қошеметпен әрбетімізге той микрофон қабылыңыздар.
баршаңызға ассалаумағалейкум ағайындар, ел-жұрт, амансыздар ма? Үлкен кіші, ата-аналар, барлықтарыңызға екі дүниенің бақытын тілеймін. Өмір жастарың ұзақ болсын. Осы белгіні жасап, ел-жұртымызға, ауылдастардың аузының бірлігіне Аллаға шүкірлер болсын. Қайда жүрсек те аман болайық. Тек қана өмірде тілейтінім жақсылық болсын. Ел-жұртымыз аман болсын. Тек қана қуанышты күндерде жолығайық. Алла амандығын берсе, енді келесі тойларымыз 100 жылдығымыз болсын. Еліміздің 100 жылдығын атап өтуді Алла Тағала нәсіп етсін. Алыстан жақыннан келген жақсы ниетке ағайын туыс жора жолдастың барлықтарына, қадамдарына гүл бітсін. Ел жұрттарына сау саламат, аман есен жетсін. Мына зиярат жасап атқан құлшылықтарымыздың бәрін Алла Тағала қабыл етсін. Осындай ауызбірліктен Алла Тағала айырмасын. Жаман күніміз осындай болсын. Ел жұртымызға тек қана тойға келуді Алла нәсіп етсін. Барлықтарымызға жұғысты болсын. Өмірлі шүбірлі болып өсуімізді Алла нәсіп етсін. Қазақстанда қалған, Түркияда қалған ауылдастарымыздың барлығының жүректерінің бәрі ауылда, барлығы шын жүректерімен сәлем айтып жатыр. Барлықтарыңызға үлкен кіші дұғаларыңызды Алла Тағала қабыл етсін. Рахмет Әлешінің. Міне құрметті ағайын, енді көпке созбай Дастархандарың мол болсын, дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Аман болсын, басыңыз 100-ге жетсін жастарыңыз. Дендерің сау болсын, көп берсін, береке берсін, 100 жылдықта аман сау кездесе берейік. Рахмет, Мәке. Болмаса хатым Пыран Қожекеге кездеп, құрметті ағайындар, айтатын қазақта мақал бар. Аруақ риза болмай тірі байымас деген. Әрине, сыйластан келген аруақты қазанның тұрары байланып, жүрген шығар оларда, дәл қазір ағайын төбемізде айналып дейді. Садақалар қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир-рахим малики йаумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم قيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا ورب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نوّر قلوبنا بكلمة القرآن ويسر أمورنا بتلاوة القرآن واشرح صدورنا ببركة القرآن واغفر ذنوبنا بعناية القرآن إنك أنت الحنان المنان يا ذو الجلال والإكرام. ختم القرآن 18 мыңға қаламның иесі болған Аллах Тағала хамд, оның сүйікті құлы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымызға Алланың сәлемі салауаты болсын. Осы оқылған Құранның сауабын бүгінгі болып жатқан құдажыл садақалардың сағыр қатым оқытылып жатқан фатихалардың сауабын әуелі бір Алланың разылығы үшін осы төңіректе өтіп кеткен осы жерде мархум болып кеткен мархумалардың рухына осы жамиғатта дұға қол жеп жатқан кісілердің ата тек, ана тек, жамике аруақтардың рухына осы елімізді жоғарысында жайласқан ұлық Ақынұлы Момын атамыз, Ақынұлы Атажан атамыз, Абылтайұлы Қанарбек аталарымыз, Абылтай аталарымыз, Қалата Абдисалам ата бабаларымыздың рухына бақшет ете берсін. Аллахым мархумдардың ақыретін абат қыл, жайын жәннаттан ұлық топырағын тұрғал, қабірлерін Құран нұрмен, иман нұрмен нұрландырып, біздей осындай игі ұрпақтарынан ырза болсын иншалла әрқашан. Алла жолында бүгінгі беріп жатқан құда жол садақаларыңыз қабыл болсын, мәртебелеріңіз ұлық болсын. Аллах Тағала осы қалған ұзақ жақыннан келген ағайындарымызға қадамдары қайырлы болсын, алтын бастары аман болсын. Осы еліміз үшін бастап жатқан іс-шараларымыз жалғасын таба берсін. Әрқашан иншалла жақсы ниет, жақсы күндерде барлығымызға қауышуды Құдайым Тағала нәсіп еткен болсын. Алхамдулиллахи раббил аламин вал ақибати лил муттақин вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммади Мустафа саллаллаху алейхи вассалам ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллах Тағала екі дүниенің бақытын барлықтарыңызға нәсіп еткен болсын.